Қала әкімінің жыл сайынғы Риддер жастары сыйлығы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу аясында табысталды. Толығырақ сюжетте. Қала әкімінің Риддер жастары жастар сыйлығын табыстау биыл 3 номинацияда өтті. Жылдың үздік жастарыны, жылдың үздік еріктісі және төтенше жағдайдың үздік жас қызметкері. Әкімнің Риддер жастары сыйлығы өздерін кәсіпте немесе қоғамдық әрекетте көрсете білген және көрінерлік нәтижеге қол жеткізген жастарды мадақтау болып табылады. Қайырлы күн, құрметті бүгінгі конкурстың қорытындысына жиналған алайық. Барлықтарыңызды тағы да бір рет мерекемен құттықтаймын. Биыл әкімнің номинациясын 3 номинация бойынша алдық. Оның ішінде ең бірінші талантты жас, тектен-текке алған жоқпыз, өйткені Риддер қаласы жер асты байлықтарымен қоса үстіндегі талантты адамдармен мақтанады. Соның ішінде өсіп келе жатқан жастарымыз өте көп. Сондықтан бір номинацияны талантты жас деп бердік. Екіншісі, жаңа Мағжан Төлегенұлы айтып кеткендей, биылғы жыл Риддерде есте қаларлықтай төтенше жағдайларға толы болды. Сол жылдары көп қызметкерлер, төтенше жағдай қызметкерлері ерлік көрсетті десек те болады. Соның ішінен бір номинация таңдадық. Содан кейін бізде еріктілер, волонтерлар әрқашанда алғы сапта. Биылғы жыл өте ерекше көрсете білді өздерінің жұмыстарын. Халыққа көмектесу, әсіресе жаңа айтқан өрт кезінде, басқа да шаруалар кезінде өте көп жұмыстар істеді. Сондықтан осы 3 номинацияны таңдап алып конкурс өткізген болатынбыз. Қорытындысы бүгін шығарылып отыр. Сондықтан жеңімпаздарды құттықтаймыз. Барлықтарыңызды келе жатқан тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрқашанда елдің болашағы бүгінгі жас ұрпаққа байланысты. Сондықтан әрқашанда жастарымыз аман болып, ел үшін, еліміздің болашағы үшін жарқын болсын. Көп рахмет. Жылдың үздік жастарыны болып, Шаңырақ мектеп гимназиясының және тілдерді оқыту орталығының ағылшын тілінің оқытушысы Мейірім Садықбек танылды. Сонау 2017 жылы еңбек жолында Шаңырақ Көпсала мектеп гимназиясында ағылшын тілі пәні мұғалімі ретінде бастадым. Білім саласында жалпы алдыма қойған мақсатым жас ұрпақты көкірегі ояу, көзі ашық, жан-жақты дағдылары қалыптасқан болашақта еңбек нарығында бәсекеге қабілетті жас ұрпақты тәрбиелеу менің қызметімдегі жалпы мақсатым. Балалық шағым осы қалада өтті. Сонау 99 жылдан бері Риддер қаласында білім алып, осы қалада өзімнің сүйікті мектебім Шаңырақ мектебінде түлеп ұштым. Мәдениет саласында да бірнеше атқарып жатқан қызметім бар. Осы өзіміздің мәдениет сарайының ұжымына және де менің сүйікті мектебім Шаңырақ мектебінің ұжымына көптеген алғысымды білдіремін. Бүгінгі жеткен жетістіктерім ұжымымның арқасы, әріптестерімнің және де менің шәкірттерімнің арқасы деп білемін. Баршаңызға рахмет. Осындай егеменді елім үшін қызмет етіп жатқан үшін мен ризамын. Баршаңызды Қазақстан Республикасының әрбір азаматы үшін бағалы болып саналатын айтулы тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Осы тәуелсіздік күні сіздерді құттықтай отырып, еліміздің жалынды жастары бастап бәйгеге тігіп, бодандық құрсауынан шығуға ұмтылған қыршын ерліктері бүгінгі тәуелсіз еліміздің жастарының істерімен жалғасуда. Бостандық пен еркіндіктің бастауы болып табылатын осы салтанатты күні баршаңызға игілік, береке, бірлік, отбасыларыңызға табыс және де бақ-дәулет ырыс тілеймін. Қазақстанның тұрақты дамуы мен кемелденуі жолында еңбектеріңіз табысты, барлық бастамаларыңыз сәтті болсын. Еліміздің көк жалауы мәңгі көк аспанда қалықтай берсін. Назарларыңызға рахмет. Жылдың үздік еріктісі номинациясында Риддерлік аграрлы-техникалық колледжінің студенті, еріктілер қозғалысының үйлестірушісі Юрий Романченко жеңіске жетті. Төтенше жағдайдың үздік жас қызметкері, кәсіби әскерилендірілген апаттық құтқарушы қызметінің құтқарушысы Мағжан Жұмабаев танылды. Жыл сайынғы жастар сыйлығының жеңімпаздары қала әкімі атынан бағалы жүлделермен марапатталды. Салтанатты шараның қатысушылары елбасының өлшемді саясатының арқасында еліміз ілгері дамып, әлемдік қауымдастықтан лайықты орын алуда. Ал тәуелсіз еліміздің болашағы оның дамуына үлестерін қосып жатқан бүгінгі жастарымыз.